Мобил орысың ба? Иә? Жағдай былай, қазір мен о жерден секірем. Сен мені жақсылап жүр. Анан кешір мені. Мықты спикер дейді ғой. 3 ай бұрын әрең билет таптым. Иә, мен арнайы Жезқазған қаласынан ұшып келдім. Ал мен Ақтаудан ұшып келдім. Панталат сақымелі, мен Өзбекстаннан келемін. Не заказ? Басталып болмайды екен. Ұйықтап алайыншы. Саламатсыздар ма? Бүгінгі бизнес тренингқа қош келдіңіздер. Көптен күткен спикерларыңыз Мұрат Қозбаевич. Ой, кешіріңіздер, оның осындай еркелігі бар еді. Ду қол шапалақпен, ысқырып, қошеметпен қарсы алайық. Ручка аласыз ба? Ал. Ручка аласыз ба деймін да? Міне, көрдіңіздер ғой. Бүгін бір ручканы сата алмайды. Ал ертең қойнындағы қатын сата алмайды. Ал арғы күні отанын сата алмайды. Осылай ме? Не важно. Бүгіннен бастап мен сендердің гуруларыңмын. Яғни, көшбасшыларыңмын. Шырақшы ма балам? Я ата, типа такого. Мен сіздерге бір мысал айтып берейін. Баяғыда бір көпестің бір есегі, бір аты болған. Ол күнде таңертең базарға шығарда, есегіне көбірек жүк артып, ал атына азырақ жүк артқан. Ал есек байқұс атқа ренжіп, о ат, менің біраз жүгімді ал деген. Ал ат болса, оған көмектеспеген. Ал қайтар жолда есек байқұс зорығып құлайды. Міне түйін. Бизнесте көтерілу үшін құлау керек. Есектен үлгі алайық. Давай, братишка. Тура бүгінгідей. Все, ертең сағат 10-да. Бол, жақсы ма? Бол. О, Шоқан. Қалай, брат? Жақсы. Базарда жүрмейтін жерің жоқ екен сен. Шоқан. Қазақта не дейді? Есектің көтін жусаң да, мал тап дейді. Ал мен бүгін таңда ипподромда болдым. Ояқтан жүрсің? Это не важно. Важно таңда барған. Ал таңда не бар? Таңда береке бар. Ал береке бар жерде ақша бар. Ақшаң болмаса сен ешкім емессің, Шоқан. Иә, кәсіп. Ал дінімізде не дейді? Дініміз айтады. Садақа бер. Ал садақаны жақыныңа бер. Сондықтан, мә Шоқан, қимылда, жұмыс жаса, қане? Қимылда, жұмыс жаса, Шоқан. Мен кеттім жұмысқа. Мен қатты шаршап кеттім бар ғой. Мынандай кішкентай заданияларды орындап, андай үлкен заданияларды орындайықшы. Елестетші, андай галактикадан андай инопланетяндар келеді, біз әлемді құтқарамыз, еще соңғы секунд. Әлем құтқарғыш? А мороженое же оныншы? Еріп бет үстіге томат сосын. Жүресіңіз, костюмді ауыстырып берейін деп бүкіл задание бытын шығар. Осы сен-ақ ұрса берсің бар ғой. Бір қиял ғажайыпқа кетейін десең, оны армандау керек қой, армандар орындалады. Я осыны бітіріп алайық, содан кейін көреміз оны. Да? Я. Точно ғой да? Я басты қатырмаш. Что екен мороженое, да? Брат, где ты был вчера? Вот, жена родила. О, поздравляю. Штырь, темектерің бар ма? Братан, сиди, нету, есть такой.
Что делаешь? Жай? Не болды жылауын. Мә, бір пачкасын аласыңдар. Братан, не хватай. Қазіргі балдар жылана беретін болған кейінгі аузын. Так, крыша, фитнес-палас. Брат, Мобила ұрысын ба? я? Жағдай былай, қазір мен мына жерден секірем. Сен мені жақсылап жүр. Амин, мен сені жақсы көрем. Брат, құттай, бір сұрақ қой жіберші. Аяғыңды басма, брат, құттай. Бір сұрақ қой жіберейші. Брат, не үшін ренжіп қалыңдар қызбен? Айфон алып бермеген. Сонда какой-то қыз үшін өзің құрбан болайын дейсің ба, брат? В смысле какой-то қыз? Осы әлемдегі соғыстың бәрі қыз үшін басталған. Ана Шыңғысханды әйел үшін жер жаулаған. Ана Шректе Фиона үшін қамал сындырған. Черепашка ниндзяларда Спринтер үшін Шредермен төбелескен түсесің бе? Секірем. Брат, базар жоқ, умный екенсің, брат. Сонда осыншама ақылды өзімен бірге алып кетесің ба, брат? Секірмей ақ қой. Короче, бастауып тұршы. Мен жақсылап түсірде. Ана монтаж кезінде Максимнің «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног» деген өлең қосты. Елі қызымды отметке жасайсам, көт ашсын. Секірем. Брат, құттай тұршы. Брат, өтініш соңғы бір сұрақ. Не ғой, брат? Базар жоқ, махаббатың үшін құрбан болуға болады. Бірақ ол үшін күресуге де болады ғой, братам. Секірмей ақ қой. Отпусти и забудь. Еба! Мен өлген жоқ. Себебі мен құйыршық сияқты екінші рет дүниеге келдім. Но не екенін білесің бе? Не? Бұл дамбал. Дамбалки. Телефонды атсақ кетті тұршы. Қызсақ кеткен дұрыс қой мынау. Кетшін. Сәлем. Жеті жыл өтті. Сен әлі жатсың ба? Айтпақшы, мен түрмеге отыр шықтым. Менен дәрігер шықпады. Есесіне мобилографпын қазір. Күшті қылып видео түсіріп берейін бе саған? Сен менің кінәлі емес екенін білесің ғой, әлде білмейсің. Мүмкін білетін де шығарсың. Не айтып отырмын? Сен мен естімейді екенсің ғой. Қой, жақсы, мен кеттім.